Сәлем менің құрметті көрермендерім, қалайсыздар? Менің YouTube каналымда ең көп просмотр жинаған ол молочная девочка торты, бірақ ол жерде слойы көп және обтяжкамен жасалатын болғандықтан ол көбісіне қиындау. Сондықтан сіздермен бүгін кішкене жасалу жолы сәл де болса оңай және кремі творожный сырмен осылай ашық обтяжкасыз жасалатын рецептпен бөліскім келіп отыр. Каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар және осы видеома лайк басыңыздар. Олай болса ең алдымен бірінші корждарын пісіріп аламыз. Бұл жерде салқын сгущенкаға жұмыртқамызды саламыз. Және бөлме температурасындағы жұмсақ сары майды салып, үшеуін бір араластырып біріктіріп аламыз. Осының үстіне онымен разрешитель, әдетте мен молочная девочкаға высший сортын қолданамын. Какао қосылатындарға первый сорт онда жарай береді. Енді осыны біраз миксерлаймыз. Яғни біздің массамыз тек оны ғана бірікпеу керек. Кішкене де болса массамыз сәл ағару керек. Яғни сәл пышный болу керек. Сонда корждарыңызды жақсы шығады. Біраз миксерладым. Ең қатты жылдамдығында араластырдым. Сонда сәл сұйықтау болды, кейде қою болады, енді ол әр кезде әрқалай сгущенканың партиясына байланысты. Коржымыздың қамыры дайын болды, енді осы жаңа пергаментке жаямыз. Мына жерде менде 26 форма диаметр ыдыстың. Осының пергаментті төсеп, яғни мынаны келтіріп аламыз. Жаңағындай карандашпен сызып, оны былай келтіріп жүрудің қажеті жоқ. Мына вариант оңайлау екен. Осы формада менде 26 диаметрде 4 корж шықты. Ал енді сіздер одан кішкентай 23-24 жасайтын болсаңыздар, уже кішкене 5-6 корж шығуы мүмкін. Енді оны жасау барысында өздеріңіз көресіздер. Мен өлшеп тұрып, теңдей 4 бөлікке бөліп алдым. Әрқайсынан где-то 157-158 граммдай шықты. Енді осыны жақсылап пергаментке майысқан жеріне дейін толық жайып аласыздар. Сөйтіп осыны мен қызып тұрған пеште прям 210 градуста пісірем. Пешіңіз қатты ысыса, коржда жақсы көтеріледі, кішкене воздушный болып. Соған мән беру керек тоже. Менде пеш конвекция болғандықтан осылай 2 слоймен пісіріп аламын. Мен осылай әдемі болып түрі қызарғанша пісіресіздер, қатты күйдірудің қажеті жоқ. Мен осылай 4-еуінде пісіріп аламыз. Енді кремін дайындаймыз. Мына жерде творожный сыр, сахарная пудра менде. Екеуін біріктіру керек. Комочектары кеткенше. Енді осының үстіне сливкиімізді құямыз. Творожный сыр, сливки бәрі салқын болу керек, холодильниктен алынған. Менде видеода 500 грамм сливки құйылды деп көрсетілді, бірақ ол менде жетпей қалды. Сондықтан мен барлығы 750 грамм сливки қолдандым. Мен оның описание бөліміне бәрін жазып кетемін. Толық құрамын, форманың диаметрін сол жерден көрсеңіздер болады. Енді мына жерде венчикпен кішкене араластырып алдым, өйткені сливки көп қой, бізде шашырап кетпес үшін. Енді миксердің жылдамдығын бірден бастап жайлап көтеріп отырып, плотно крем болғанша миксерлаймыз. Крем формасын жақсы ұстау керек, өйткені біз кондитерский мешокпен оны отсаживать етеміз. Қою крем дайын болды. Міне ыдысты төңкерсеңде қимылдамайды. Енді осының біразын кондитерский мешокқа салып аламыз. Менде насадкасы 333 деген насадка номері. Любой насадкамен істей берсеңіздер болады, өздеріңізге. Даже бұл молочная девочка енді ашық түрі ғой, бұны вупи түрінде де сондай шариктер шығарып та істесеңіздер, мне кажется, әдемі көрінеді сияқты тоже.
Енді тортымызды жинаймыз. Енді қалғанын видеода көрсетілгендей жаңағы кремдеріңізді өздеріңіздің қалаған формаңызды отсаживать етіп, жағып, 4 слойды жинап шығамыз. Енді осыны біраз бір жарты сағат холодильникке қойып қоямыз. Содан кейін барып сәндейміз қалағаныңызша. Клубникамен сәндегенде әдемі болушы еді, енді қазір сезоны емес. Жаздың кезінде клубника, малина мен мятаның жапырақтарын қойып сәндесеңіздер әдемі көрінеді. Маған осы рецепт жеңіл сияқты болып көрінді жасалу жолы, чем 7 слойды пісіріп, оны обтяжка жасау ол көбірек уақыт алатын сияқты. Сондықтан мына рецепті сіздерге ұнайтын сияқты. Егер креміндегі сливки көп десеңіздер, онда творожный сырын көбейтіп, сливкиді азайтсаңыздар болады, но онда торттың дәмі более тұздылау болып кетуі мүмкін, өйткені творожный сыр бәрібір соленый болады ғой, сондықтан азайтуға кеңес бермеймін сливкиді, лучше сливки көп болсын, сонда более нежный болады дәмі, и кремде кішкене андай воздушнылау болады. Жегенде сочетаниесі күшті болады. Осы рецептпен сіздер жасап көріңіздер. Егер сіздерде де күшті шықса, комментарийға бөлісіңіздер, күтемін.